Қайырлы күн, назарда Әди Жоламанұлы. Мен 1994 жылы 18 шілдеде Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Ебит ауылында өмірге келген. Кейін балалық шағым Сағыз ауылында өтті. Сол Сағыз ауылында Кенбай орта мектебін бітіріп, кейін Атырауға Досмұхамедов университетіне грантқа түстік. Сол жақта журналистика мамандығын бітіріп, одан соң 2016-да бітірдік. 16-18 филология магистры атандым. Сол университет магистратура бітіргеннен кейін Астана қаласында сол журналистика саласында сайттарда қызмет көрсеттік. Сол жақта қызмет жасадық. Кейін енді екінші мамандық мұғалімдік салаға жақын болғаннан кейін, филолог болғаннан кейін, сол салада өзімнің бір тәжірибе болсын, тәжірибе жинайын деген мақсатта Жолдасқали Досмұхамедов Атырау облыстық дарынды балаларға арналған лицейде тіл әдебиеті мұғалімі болып қызмет атқардым. Ол жақта қызмет атқарып жүрген уақытта Қазақстан Атырау телеарнасына ұсыныс түскен, сол тележурналист ретінде. Сол журналистика саласында ол жақта өзімізді шыңдайық деп, Атырау облыстық телеарнасында қызмет атқардық. Мен үшін өте керемет бір тәжірибе болды журналистика саласында. Одан соң білім саласына ауыстық. Оқу деген білім беру орталығы болды. Сол білім беру орталығында директор қызметін атқардым. Одан кейін 2022 жылы осы Атырау Оралған қоғамдық қорына директор болып келдім. Ауысып келдік. Негізгі мен байқасаңыздар, әрбір 2 жыл сайын, 3 жыл сайын бір саламды ауыстырып отырдым. Неге десеңіздер, ол менің таңдауым, себебі әр адам өзінің бір әртүрлі салада үнемі жетілдіріп отыру керек. Егер заманға сай бір сұранысқа ие адам болғысы келетін болса деген менің ұстанымым бар. Атырау Оралған қоғамдық қоры 2014 жылы құрылған. Құрылтайшысы қаламызға белгілі кәсіпкер ағамыз Әсет Жақпаев деген кәсіпкер ағамыз бар. Сол 10 жылға жуық уақыт аралығында әртүрлі салада жұмыстар атқарып келеді. Қоғамдық жұмыстар, қайырымдылық жұмыстар деген сияқты. Айта кететін болсақ, осыған дейін береке жобамызбен 6000 отбасыға азық-түлік себеттерін таратқанбыз облыс бойынша. 6000 отбасының балаларына мектепке жол акциясы бойынша 6000 баланың мектепке дайын болып баруына көмек көрсеткен едік. Одан бөлек аталған қор 2 отбасыға осыған дейін үй алып берген. Бірнеше қиын жағдайдағы отбасылардың үйлеріне жөндеу жұмыстарын жасап берген. Одан бөлек өздеріңіз білесіздер, коронавирус кезінде халық бір маска таба алмай қиналып қалған кезеңдерде Атырау Оралған қоғамдық қоры кәсіпкерлермен, волонтерлармен, халықпен бірге отырып, осы Атырау облысында 100 ИВЛ аппараттар таратқан болатын. Сол кезде еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев біздерге халық алғысы медалін табыстаған болатын. Одан бөлек негізгі жобамыздың бірі саналы ұрпақ деген проектіміз бар. Саналы ұрпақ проектісі ол жағдайы төмен, яғни әлеуметтік аз қамтылған отбасылардың балаларын достық білім беру орталығында оқытып, достық скулдарда оқытып, олардың ұбт-ға дайындалуына жағдай жасап, көмек көрсетіп, жоғарғы университеттерге грантқа түсіп кетуіне дайындаймыз. Аталған жоба бойынша 4 жылда 112 шәкіртті дайындап, 90% грант иегері атанған болатын. Биылғы жылы да сол жоба жалғасып, 30-ға жуық шәкірт қазіргі таңда білім алып жатыр. Барлығын есептейтін болса, қазіргі уақытта 150-ге жуық шәкірт осы жоба бойынша білім алып шықты. 90% грантқа түсіп, негізгі біздердің оқушыларымыздың басым бөлігі Алматы, Астана қаласындағы жоғарғы университеттерге, атап айтатын болсақ, СДУ университетіне, КБТУ университетіне, Астана IT, Астана ЕНУ, Абай, Нархоз деген сияқты, Ақтөбе Жұбанов деген сияқты ең беделді университеттерде біздердің шәкірттеріміз студент атанды. Осы оқу жылының соңында біздердің алғашқы шәкірттеріміз, яғни алғашында 6 түлегіміз шығып, оның 2-і Атырауда қалып, 4-і СДУ-ға түскен болатын. Сол алғашқы 4 шәкіртіміз студент болып, маман болып, осы оқу жылының соңында бітіріп келеді. Негізгі бағытымыз білім саласы. Жетістіктерге тоқтала кететін болсақ, мына жерде енді номинациялар тұр. Жылдың үздік ұйымы деген сияқты 2022-ден бастап жылдың үздік ұйымы статуэткалары тұр.
Жаңағы айтып отырған коронавирус кезінде ең айтылуы керек жетістіктердің бірі еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың халық алғысы медалін алған болатынбыз. Одан бөлек 2022 жылы мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаеваның қайырымдылық үшін төсбелгісіне ие болдық. Осы тұста айту керек, осы 2024 жылдың жұмыс нәтижесінде, жасалған жұмыстар нәтижесінде мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаеваның грантын, яғни үкіметтік емес ұйымдарға арналған грантын ұтып алған болатынбыз. 2,5 миллион теңге өз қолымен тағы да диплом берген болатын. Одан бөлек біздер тек қана өзіміздің бағыт бойынша ғана емес, халықтың басында қандай бір қиын жағдайлары бола қалған жағдайда біздер көмек көрсетуге қолымыздан келгенше атсалысамыз. Солардың бірі, өздеріңіз білесіздер, халқымызды бір су басу қаупі төнген кезде біздер облыс бойынша үлкен көмек көрсеткен едік. Яғни жаға бекіту жұмыстарында біздердің 500-ге жуық волонтерлар қызмет көрсетті. Одан бөлек Ақтөбе облысына біздер көмек көрсеттік, Оралға біздер көмек көрсеттік, Қызылордаға гуманитарлық көмек жібердік деген сияқты. Жалпы облыс әкімі Серік Шапкенов біздерге сол кезде көрсеткен, қиын кезде көрсеткен көмегіміз үшін өзінің алғыс хатын табыстаған болатын. Енді қала әкімдерінің дипломдары, одан бөлек біздер жалпы облыстық ішкі саясат жағынан азаматтық орталыққа қараймыз. Сол азаматтық орталықтың директоры Жанат Закиевнаның алғыс хаты тұр мына жерде, тағы да статуэткалар. Айта кету керек, осы жылы біздер жаңағы айтып отырған саналы ұрпақ жобасымен біз біргеміз білім номинациясында үздік жоба атанған болатын. Осы жылдың саналы ұрпақ үздік жобасы атанды. Одан бөлек өзім үшін тағы жетістік деп санаймын. Еліміздің белді тұлғасы, беделді тұлғасы Мұхтар Шаханов ағамыз осы Атырау қоғамдық қорында қонақта болып, бізге батасын беріп, қолтаңбасын беріп, тілегін айтып кеткен болатын. Біз үшін ол үлкен бір мәртебе. Одан бөлек өздеріңіз білесіздер, Абай десе қазіргі таңда актер Болат Әбділмановтың бейнесі көз алдымызға келеді. Сол кісі үнемі қара сөздерін айтып, үнемі Абайдың рөлін сомдап жүреді. Біз өткізген 2024 жылы Абай кешін өткізген болатын. Сол кезде осы Болат Әбділманов ағамызды қонаққа шақырып, Абайдың рөлін сомдап, ол кісі жақсы бір ғибратты әңгімелерімен бөлісіп, сол кеште одан бөлек фондқа келіп, осы қоғамдық қордың жасап жатқан жұмыстарымен таныстырған болатын. Сол кезде ол тұлғамызда келіп, біздерге өзінің батасын беріп, қолтаңбасын беріп, осы кітапты алған болатынбыз. Негізі, мына жерде көпшілік кітаптар қолтаңбаларымен тұр, авторлардың. Одан бөлек тағы бір жобамыз бар, ол ауылға кітап жобасы. Яғни, мына жерде көрсеңіздер болады. Ұлттың оянуы, Икигай, болмаса Қайрат Жолдайұлының Кемел адам кітабы деген сияқты, Санжар Керімбайдың Мәдени майдан, ғылыми майдан. Жалпы бұл жерде жастардың тілімен айтқанда бестселлер, хит, қазіргі уақытта хит 50 кітапты таңдап, психологиялық тұрғыдан, қаржы жағынан, мотивация жағынан, тұлғалық даму жағынан деген сияқты осындай кітаптарды алып, ауылдағы мектептердің кітапханаларына қойып, ауылдағы балалардың, ауылдағы оқушылардың кітап оқуына, бір кітапқа деген қызығушылығының артуына жағдай жасау. Енді бұл теңізге бір тамған тамшыдай болса да, сол ауылдарға да, бір ауыл жастарына да қосып атқан өзіміздің бір үлесіміз деп айтуға болады. Бұл проект бойынша біз негізі бұл Кітап-ал, өздеріңіз білесіздер, Кітап-ал дүкені, бұл Алматы қаласында үлкен бір кітап дүкені. Солардың жасап жатқан Қазақстан бойынша бір проектісі. Біз де сол проектіге кірісіп, негізі ЧС-тің алдында Қазақстан бойынша екінші орынға шыққанбыз. Кейін енді ЧС келіп қалып, біздер тоқтап қалып, ЧС кезінде басқа көмектер көрсетіп кеттік. Бірақ қазір қайтадан бұл жобаны жалғастырып жатырмыз. Алға қойған мақсаттар әрине көп. Негізі менің бала кездегі арманым бір пайдалы, басқаларға бір пайдалы адам болу. Білім жағынан болсын, бір әлеуметтік жағынан болсын, болмаса материалдық жағынан болсын, басқаларға пайдасын тигізе алатын, ертең қоғамға бір пайдасы берері бола алатын бір тұлға болып қалыптасу. Енді ол жолда барлығы кіреді, енді физикалық даму болсын, оның ішінде IQ-іңді дамыту болсын, мамандығыңды дамыту болсын деген сияқты
Жалпы жан-жақты даму негізгі мақсат. Тілегім дегенде бұл сөз менің ұраным болып кетті. Негізгі Ахмет Байтұрсынұлының айтатын сөзі бар. Қазақ кейін қалған ел, жұртты басы озу үшін, ел қатарына ілесу үшін қазақ бай болу керек, білімді болу керек, күшті болу керек дейді. Бай болуға кәсіп керек, білімді болуға оқу керек, күшті болуға бірлік керек дейді. Және осы керектердің жолында біздерге жұмыс істеу керек дейді. Менің де айтарым осы, бай болайық, білімді болайық, саналы ұрпағымыз көп болсын.